Бұл қауым көшіп-қонып өмір сүріп жүруді әдетке айналдырған еді. Араларында өте қартаң анасы бар бір жігіт болды. Анасы жасының үлкендігі себебінен ара-тұра алжып, есін жоғалтып, перзентіне қатты жабысып алатын да одан айырылғысы келмейтін. Оның бұл қылықтары ұлын шаршатып, жүйкесін тоздырып, қауымы арасында тап бір осы себеппен абыройы төгіліп жүргендей сезіндірді. Күндердің бір күнінде олар тағы да әдетіне орай басқа жайлауға көшпекші болды. Ол әйеліне: «Ей қатын, ертең көшетініміз мәлім. Анамды білесің, ауру. Оны сыртта қалдыр. Біреу көріп қалса, рахымы келіп алып кетер. Жасы да кексейіп қалды. Жол жүруге де жарамайды. Әбден мезі етті. Оған біраз жейтін тамақ пен ішетін су қалдыр. Біреу-міреу көрсе, өзімен алып кетер, яки ажалы жетсе өлер» деді. Әйелі: «Дегеніңіз болсын, қожайын, алаң болмаңыз, айтқаныңызды артығымен орындаймын» деп жауап берді. Ертеңгі күн де келді. Барлығы дүние мүлкін жинады. Әйелі де күйеуі айтқандай қайыненесіне талжалғау ететін азық пен ішуге сусын қалдырды. Сонымен көшпелі қауым керуенімен жаңа жайлауға қарай бет алып кете барды. Олар күннің жарымында тынығу үшін тоқтады. Анасын ескі қоныста қалдырған жігіт әйелін шақырып ұлын жанына әкелуін сұрады. Оның жалғыз ғана бір жасар ұлы бар еді. Ол ұлын өте жақсы көретін, жиі еркелетіп, құшағына алып маңдайына иіскейтін. Әйелі оның сұрағына үндемеді. «Ұлымды алып кел дедім ғой саған» деп зекіді. Әйелі: «Оны анаңызбен қалдырдым. Бізге оның қажеті жоқ» деді саспай. Мұны естіген күйеуі үстіне біреу мұздай суды құя салғандай әсер етіп айғайлап жіберді. «Не үшін?» Әйелі: «Өйткені ол да бір күн есейеді. Анаңызды елсіз ескі қоныста қалдырғаныңыз тәрізді, ұлыңыз да сізді тастап кетеді. Сіздің істеген ісіңізді қайталайды. Мұндай перзенттің бізге керегі жоқ» деді жайбарақат. Әйелінің бұл жауабы оған найзағай түскендей әсер етті. Атын жүгендеп ескі қонысқа қарай шаба жөнелді. Көшкен қоныстарына қас қарайған шақта келіп жетті. Әдетте дүйім жұрт көшсе, олардан қалған құтқан нәрселердің арасынан тамақ іздеп, жабайы жыртқыш аңдар келетін. Жан-жағына қарағаны сол, бір шетте анасы оның ұлын бауырына қатты қысып алған. Екеуінің айналасын шабуылға дайын тұрған бір топ аш бөрілер қоршап тұр екен. «Қарт ана, жоғалыңдар, бұл менің ұлымның жалғызы, тиіспеңдер, көздеріңді құртыңдар» деп оларға тас лақтырып отырғанды. Мұны көрген жігіттің жүрегі өрекпіп, қолына мылтығын алды да бөрілердің бірін атып сұлатып түсірді. Қалғандары мылтықтың даусынан қаша жөнелді. Ол лезде атынан түсіп, анасын құшағына алды. Бет-жүзін көздерінен аққан жасы жуып, ащы өксікпен: «Анашым, мені кешіріңізші» деп сан рет қайталады. Содан кейін бұл жігіт анасына ерекше мейірімді болды. Алла тағала оған дана әйел нәсіп еткеніне қуанды. Енді ол басқа жаққа көшетін болса, ең әуелі анасын түйеге мінгізіп, өмірінің соңына дейін оған қызмет қылуға бел байлады.